пішіні бірінші айтатын. Кеуде сарайының пішіні нормостеник адамда ұшы төмен қараған конус тәрізді болады. Ұшын кесіп тастаған конус берілген конус пішіні. Алдыңғы артқы өлшемі бүйір өлшемінен кіші. Алдыңғы артқы өлшемі бүйір өлшемінен кіші. Осылай болуы керек қалыпты жағдай. Тыныс алуына қатысуы кеуде сарайы. Екі жағы бірдей симметриялы қатысуы тиіс қалыпты жағдайда оны қалай тексереміз? Терең дем алып, дем шығаруын сұраймыз. Аламыз, дем шығаруымыз. Көрдіңіздер, иә? Жауырын. Терең дем алыңыз, дем шығарыңыз. Екі жағы бірдей қатысып тыныс алуға. Кеуде сарайы. Оң жақ сол жағы тыныс алуға бірдей қатысып тұр. Ер адамдарда тыныс алу типі қандай? Тыныс алу, әйелдерде аралас тыныс алу болады. Ол қалыпты жағдайда қарт кісілерде, қарттарда. Патологиялық жағдайларда тыныс жүйесінің ауруларында аралас тыныс алу болуы мүмкін. Беткей тыныс алу болуы мүмкін дедік. Кеуде сарайының пішіні сипаттауда осы айтатындарымыз. Сонымен қатар бұған үсті ойықтары, асты ойықтары, қабырға аралықтарға қараймыз. Екі жағы симметриялы. Жоқ па соңғы. Екі жағы симметриялы, бұған үсті асты ойықтар шамалы байқалып тұр. Екі жақтарда бірдей. Қабырғалар бір шама қиғаш орналасқан. Не үшін айтып жатырмыз оны? Бағана айттық, плевра қуысына сұйықтық жиналса, сол жағы томпайып шығады. Немесе ауа жиналса, пневмоторакс дейміз. Онда кеуде сарайы асимметриялы, оң жағы шығыңқы деп айтар едік мысалы, немесе сол жағы деп. Қазір біз айтатынымыз симметриялы. Түсінікті, бұл кеуде сарайын қарап сипаттау бойынша. Енді кеуде сарайының кеуденің пальпациясы. Мақсаты ауырсыну бар жоғын анықтау, серпімділігін анықтау кеуде сарайының және дауыс дірілін анықтау. Үш мақсатта жүргізіледі. Кеуде сарайындағы ауырсыну ол тек тыныс жүйесінің ауруына қатысты ғана емес, бағана айтқанымыз нервтердің, бұлшықеттердің, осы жерде орналасқан сүйектердің де патологиясында болуы мүмкін. Сол себептен тексерген кезімізде біз бұлшықеттердің, сүйектердің, нервтердің ауырсыну бар жоғын тексеруіміз қажет. Іштен ауырып тұр ма ол, әлде мына сыртындағы жүйеге қатысты ма деген. Қабырға аралықтарды басып тексеріп көреміз. Қабырға аралықтарға пальпациямен, тіпті қабырғаның аралығына саусағымыз батырыңқырап жоғары қарай көтереміз. Себебі әрбір қабырғаның астында орналасқан жіктер. Соны невралгия болса, қабырға аралығы біз басып, соған қарай саусағымыз тигізсек, ауырып кеткеніміз. Осылай қай жерінде ауырсынуға шағымданып, сол жерін басып тексеріп көреміз. Ауырады, ауырмайды. Осылай қабырға аралықтарды тексеріп деген бәр жерін көрсетіп тұрып уақыт кетеді, сондықтан мен бір жерінде қалай тексеруін көрсетіп. Сүйектерден бұғана, мысалы, сынуы мүмкін, зақымдануы мүмкін, қабырғалары немесе, ауыратын жеріндегі қабырғаны басып тексеріп көреміз. Бұл травма алған болуы мүмкін, соғып алдым немесе катастрофа жағдайларына түседі, бірақ байқап пальпациялау керек ондай кезде. Сынып тұрған болса, ол біз оны еще үстен бассақ, не істейміз? Нервтер тамырларды қиып кетуі мүмкін. Сондықтан ондай зақым алған болса, абайлап тексереміз. Бұлшықеттерде ауырады, ауырмайтынын сұраймыз. Ауырмайды қалыпты жағдайда, миозит деп айтады, бұлшықеттердің қабынуы. Баняğı түсіп шықты, желең жүріп қалды, бұлшықеттер қабынуы мүмкін, миозит болады. Немесе қабырғалық нервтер невралгия болады. Шаншуға да қалып деп айтады. Бұл міне бұлшықет, сүйек, нервтерді тексеру. Жауырынды да тексересіздер, әрине, осылай. Жауырын аңайында бұлшықеттерді тексересіздер. Қабырғалықтарды басып, ішіне қарай енгізіп, сәл жоғары көтереміз деп саусағымыз. Сәл жоғары көтереміз. Ауырады, ауырмайтынын тексереміз. Бұл ауырсынуға қатысты. Екінші, кеуде сарайының серпімділігін тексереміз. Өкпе ішіне ауасы бар ағза, ол қабырғаларды басқанда, басылып жібергенде қайтып керіледі, кеуде сарайы
бүйір жағынан басамыз. Басылып тұр, жібердің қалпына келеді. Екі жағынан, алдымен артын. Шеміршекті абзал қабырғалардың шеттері, сондықтан ол жақсы басылып жатыр. Балаларда, жас балаларда ол өте жұмсақ келеді. Қатты басудың да қажеті жоқ. Сәл бассаңыз сразу басылады. Себебі оларда әлі қабырғалар сүйектенбеген. Керісінше қарт кісілерде уже шеміршектер де сүйектеніп кетеді, сондықтан басылуы сәл төмендеу болады. Серпімділігі бәсеңдейді, әлсірейді. Қатты басып сындырып жіберудің қажеті жоқ. Әрине сынып кетуі де ықтимал ғой, сондықтан ол кісілерде төмендейтінін білеміз. Патологиялық жағдайда қандай жағдайда? Эмфизема болса, жас адамның өзінде оның басылуы қиын. Ауамен керіліп тұр екен, сондықтан серпімділігі төмен деп айтамыз. Серпімділік азайған деп айтамыз. Келесі дауыс дірілін анықтау дедік. Дауыс дірілін анықтау дегеніміз не әдіс бұл? Біз сөйлегенде сөздеріміз кеуде сарайының бетіне дейін жетіп діріл тудырады. Өздеріңіз даже тамақтарыңызға қойып тұрып бір әрпі бар сөздерді айтсаңыздар, мен қазір осы сөйлеп тұрған сөзім дірілі қолыма сезіліп тұр. Рамстер, трактор, 44, R әрпі бар сөздерді айтады жоқ, 333. Алақанымызға R әрпі бар сөздер дірілді күштіріп тудырады, сол жақсы сезіледі. Өкпе жұп ағза болғандықтан дауыс дірілін осы ағзада анықтау ыңғайлы. Өйткені екі алақанымызбен екі жақтан бірдей жерге қойып, осындай R әрпі бар сөздерді айтысу арқылы дауыс дірілін анықтаймыз. Қалыпты жағдайда алақанымызға жоғары жақта жақсы сезіліп, төменгі жақта әлсіздеу сезіледі. Бірақ оң жақ, сол жақ, екі жақта бірдей болады. Қалай анықтаймыз? Бұғана үсті ойығына. Саусақтарымыздың ұшын біріктіріп, бұғана үсті ойығына асырып қоямыз. Сіздің командаңыз бойынша пациентіңіз қайталауы тиіс. Трактор, рамстер. Трактор, рамстер. Жақсы сезіп тұр. Мұқият қараңыздар, қалай қойылатын бұғананың астына былай қойып тұрған жоқпын. Мына жерде жүрек бар, сондықтан бұл жерде ол бәсең болып қалады, нағылға қараған. Сол себептен бұғананың астына қалай қойып тұрып қолымды қайталаймыз. Трактор, рамстер. Екі жақ бірдей сезіп тұр. Енді екі қолды желкеге қояды. Желкеге көтеріңіз. Қайталамыз. Трактор, рамстер. Қайталамыз. Трактор, рамстер. Бұл жақта уже бәсең. Қол түсіреміз. Жауырын үстіне. Трактор, рамстер. Қолды айқастырамыз, иығымызды ұстап тұрмыз. Бар уақытта жауырын аралыққа жасайтын процедураларымыздың бәрінде екі қолды былай айқастырып, өзінің иығын құшақтап тұруы керек. Қабырға аралық, жауырын аралық ашылып тұрыңыз. Қайталаңыз. Трактор, рамстер. Қайталаңыз. Трактор, рамстер. Қайталаңыз. Трактор, рамстер. Қайталаңыз. Трактор, рамстер. Түсіре беріңіз. Екі жақта да бірдей, әкеміз анықтаймыз. Жауырын үстіне. Трактор, рамстер. Енді айқастырыңыз. Қазір көріп кеткен нәрсемді уже қатер жасап. Трактор, рамстер. Сездіңіз бе? Үлкен жер екі рет қою керек. Кеуде сарай үлкен болса екі рет. Трактор, рамстер. Жауырын астына. Трактор, рамстер. Трактор, рамстер. Қалай сезілді? Жоғары жақ қалай? Жоғары жақ жоғары болады, төмен жақ уже. Жоғары жақта жақсы, төмен жақта өте, ең соңында өте әлсіз сезілді. Ал оң жақ сол жақта бірдей. Міне беретін сипаттамаңыз. Жасап болғаннан кейін бар жағына жоғарғы жақтарда жақсы сезіледі, төменгі жақтарға қарағанда. Екі жақта бірдей. Патологиялық жағдайда, мысалы, пневмония болса, ол жерде ол тін тығыздалады, қатаяды. Қатты жердегі дыбысты қараңыздар, жұмсақ жердегі дыбысты қараңыздар. Значит, ол кезде дауыс дірілі сол жерде күшейеді деп айтамыз. Дауыс дірілі күшейді. Мысалы, оң жақ төменгі бөлінеді. Қай жерде сол қабылдау процесі, сол жерде пневмония болса, Ал эмфизема болса, ауа көп болып тұр, тербелісі нашар. Әлсірейді. Барлық жерде дауыс дірілі әлсіреген дейміз. Түсінікті ғой, сұйықтық болса, мына жерде. Өкпе жоқ қой, оны жоғары көтеріп тастап, қолымыздың алақанымыздың астында сұйықтық қана тұр ғой, ол жерде ол анықталмайды. Ауа болса да солай. Значит, кедергі бар жерде дауыс дірілі анықталмайды деген сөз. Түсінікті ғой, қалыпты жағдайда жоғары жақта жақсы сезіліп, төменгі жаққа қарап